Сәлем 5-ші сынып оқушылары. Бүгін біз ары қарай 5-ші модульді жалғастырамыз. 57-ші, 58-ші бетті ашамыз. 57-ші бетте Language Focus Present Simple Affirmative тақырыбы тұр. Яғни Present Simple дегеніміз жай осы шақтың болымды түрін өтетін боламыз. Балалар, бірінші тапсырмаға қараңдаршы. Exercise 1. Look at the verbs in the examples. How is the he, she, it from different? Балдар, жалпы present simple дегеніміз ол жай осы шақ. Яғни іс-әрекет осы шақта бір мезгілде қайталанып отырады. Оның ережесі тек қана үшінші жақта, яғни ол, he, she, itте ғана етістіктің артына s жалғауын жалғаймыз. Ал қалған бірінші жақ I, екінші жақ you, ол кезде етістіктің артына ештеңе жалғамаймыз. Міне, ерекшелік тек осы жерде ғана. Яғни үшінші жақ he, she, it деген жақта ғана біз етістіктің артына s жалғаймыз. Мысалға, мына жерде мысалдар беріп қойыпты. Біріншісі, people celebrate the festival. People адамдар, ол көпше түрде тұр, сондықтан етістіктің артына ештеңе жалғамаймыз. I cook eggs. Мен жұмыртқа пісіріп жатырмын. I бірінші жақта, етістіктің артына ештеңе жалғамаймыз. Fernanda celebrates in a restaurant. Fernanda кім? Ол, я, he. Сондықтан үшінші жақта болғандықтан етістіктің артына s жалғаймыз. My dad cooks turkey. Менің әкем үндік пісіріп жатыр. My dad кім? Ол, я, әкем. Яғни he болғандықтан етістіктің артына s жалғаймыз. Келесі, we eat grapes. Біз жүзімдер жеп жатырмыз. Біз көпше түрде болғандықтан етістіктің артына ештеңе жалғамаймыз. Heidi eats fish. Heidi балық жеп жатыр. Heidi кім? Үшінші жақта ол. Сондықтан етістіктің артына s жалғаған. You get sweets. Жалғамаймыз. Екінші жақта Clara gets money and sweets. Clara тәттілермен ақша алып жатыр. Яғни үшінші жақта болғандықтан s жалғаймыз. Яғни бұл жерде тек есте сақтап аламыз, балалар, бұл ереже. Яғни үшінші жағында ғана етістіктің артына s жалғаймыз. Енді келесі тапсырмаға қараймыз. Екінші тапсырма. Choose the correct words. Енді осы ережеге қарай отырып, біз екінші тапсырманы орындау керекпіз. Екі қарамен берілген сөздің қайсысы дұрыс, сол дұрыс сөзді алу керекпіз. Мысалға, біріншісінде I make sweets with my mom. Бірінші жақ болғандықтан мен I make-ті таңдадым. Екінші, Sarah eats hot dogs. Сара үшінші жақ, ол. Сондықтан s қосылған таңдадым, eats. Келесі, we wear new clothes. We көпше түрде болғандықтан мен ештеңе жалғаған таңдаған жоқпын, жалғаусыз таңдадым. Келесі, my brother plays in a football team. Менің ағам кім? Ол. Сондықтан plays s жалғаған таңдадым. My friends dance the salsa. My friends, менің достарым кімдер? Олар көпше түрде, сондықтан dance-тің өзі ғана болады. So, exercise 3. Енді балалар үшінші тапсырмаға қараймыз. Look at the puzzle and make sentences about the people. Бұл жерде puzzle берілген, төрт адам тұр. Борис, Патрик, Ди және Алтынай. Осы балдардың немен айналысқан туралы puzzle-ға қарап отырып, біз сөйлем құрау керекпіз. Мысалға, бірінші сөйлемде Борис. Борис жалғыз өзі не істеді? Борис sings in a band. Ол группада ән айтты. Екінші, Ди and Алтынай make cakes. Ди мен Алтынай торт жасады. Үшінші, Патрик eats hot dogs. Патрик хот-дог жеді. Ди and Patrick play an instrument. Төртіншісінде, Ди мен Патрик инструментте ойнады. Бесіншісінде, Алтынай and Борис dance salsa. Бесіншісінде осылай болады. Міне осылай үшінші тапсырманы жазып шығамыз. Балалар, енді келесі 5-ші тапсырмаға қараймыз. 4-ші тапсырма бізде сыныпқа байланысты, яғни сыныптағы оқушыларды қатыстырып отырып жазу керекпіз, сондықтан оны сыныпта мұғаліммен бірге орындаймыз. Ал қазір 5-ші тапсырмаға қараймыз. Exercise 5, 5-ші тапсырмада балалар мына сөйлемдерді қосып отырып, яғни сөйлем құрау керек. Біз қысқаша мен құрап кеттім, қазір оны оқып беремін. Өзгертіп құрауға да болады. Мысалға, on a New Year's Eve, we decorate our house. My mother makes cakes. My father gives us presents. We sing a song. That's great. Міне осылай қысқаша сөйлем құрап жазсақ болады. Және өзгертсек те болады.
Енді келесі бетті 58-ші бетті ашамыз балалар. Бірінші тапсырмаға қараймыз. Бұл жерде тақырып vocabulary and the listening, яғни сөздік пен тыңдалым, the months and the season, айлар мен мезгілдер туралы өту керекпіз. Бірінші тапсырма match the words with the photos in the months quiz. Бұл жерде айларға байланысты квиз берілген. Соған қарап отырып, яғни суретіне қарап отырып, біз мына сөздерді сәйкестендіру керекпіз. Бұл жерде қорапшаның ішінде сөздер берілген. Autumn, spring, summer, winter 4 мезгіл берілген. Autumn ол бізде күз, spring бізде көктем, summer жаз, winter қыс. Бірінші суретте біз нені көріп тұрмыз? Қай мезгілді? Бірінші суретте autumn күзді көріп тұрмыз, иә? Екінші суретте қысты көріп тұрмыз, winter. Үшінші суретте көктем, spring. Және ең соңғы суретте жаз, summer. Міне осы сәйкестендіреміз. Астына қараймыз. Exercise 2. Copy and complete the names of the months, then listen and check. Бұл жерде 12 ай берілген, яғни түсіп қалған әріптерді біз дұрыс қойып шығу керекпіз, және тыңдау керекпіз. Бірінші ай бізде January, қаңтар айы, February, ақпан айы, March, наурыз айы, April, сәуір айы, May, маусым айы, мамыр айы, кешіресіздер, June, маусым айы, July, шілде, August, тамыз, September, қыркүйек, October, қазан, November, қараша, December, желтоқсан. Міне осы 12 айды жазып қоямыз. Енді астындағы үшінші тапсырма do the months quiz. Енді осы айларға байланысты квиздің сұрақтарына жауап беру керекпіз. Бірінші сұрақта what's the 8th month of the year? 8-ші ай, жылдың 8-ші айы қайға келіп түседі балалар? Я, тамыз айы, я, August, тамыз айына келеді. Келесі, when is the midsummer's day? Яғни жаз айының, жаз мезгілінің ең ортасындағы ай қайсы бізде? Ол бізде 21-ші маусым деп аталады. Маусымда болады негізі 21st June. Келесі сұрақ, when is New Year's Day? Яғни жаңа жыл қай күні бізде? 1st January. 21st December and the 1st January. Яғни 31-ші желтоқсан мен 1-ші қаңтар, я? 1-ші қаңтар деп жаздым мен жауабына. Келесі, when is Құрбан айт? Құрбан айт қай кезде? Бізде осы жылы Құрбан айт маусым айының 18 мен 23-ші болды, я? Жазып қойдым жауабына. When is your next holiday? Қашан? Яғни бұл сұрақта келесі қай мейрам келе жатыр? Келесі бізде жаңа жыл келе жатыр, я балалар? Алтыншы сұрақ, when is the next festival or celebration in your town? Бұл жерде әркім өз жауап беру керек, негіз балалар, өйткені әркімнің қаласы әртүрлі. Жалпы сенің қалаңдағы келесі келе жатқан фестиваль немесе мереке қандай деп қойған, қашан болады деген. Мен бұл жерге жалпылама жауап ретінде қала күні деп қойдым. Енді әркімнің қаласында әртүрлі. Жетінші сұрақ, what are your favorite months and season why? Сенің сүйікті мезгілің қандай және қашан, не үшін деген сияқты сұрақта мен өзімнің қатысты жазып кеттім. Яғни my favorite season is summer because we go on vacation and we travel. Біз ол кезде демалысқа шығамыз және қыдырамыз. Жаз айы ұнайды дедім. Келесі, which months and season are not your favorite? Қай мезгіл ұнамайды? Қай ай және мезгіл ұнамайды? Не үшін деп сұрақ қойған? I don't like winter because it's very cold. Маған қыс ұнамайды, өйткені өте қатты суық болады деп жауап бердім. Балалар, келесі төртінші тапсырмаға қараймыз. Look at the magazine cover, then listen and the interview with Lady Tara Toffingham. Match seasons 1-4 with 4 of the places. Бұл жерде балалар тыңдау керек біз негізі. Мен қазір және де мына жерде журналдың беті берілген, бір журналдың Holiday Special деген. Осыған қатысты біз тыңдалымды тыңдап, яғни диалогты тыңдап, мына жерде төрт сөзді келесі сөздермен байланыстыруымыз, сәйкестендіру қажетпіз. Мен жауабын жазып кеттім. Мысалға біріншісінде winter, winter бізде Switzerland болады, Switzerland. Екінші spring, көктем, ол бізде Rio de Janeiro болады. Үшінші summer,
жаз ол бізде Лондон. Төртінші autumn күз ол бізде Бостон and Нью-Йорк болады. Міне осылай жауабын жазамыз. Келесі 5-ші тапсырмаға қараймыз. 5-ші тапсырмада да осы тыңдалымға қатысты жасау керек екенбіз. Listen again, then make 5 sentences from the words in column A and B. Тыңдалымды қайта тыңдап, осы жердегі сөздер сәйкесіндіріп отырып, 5 сөйлем құрау керекпіз. Яғни A және B қатарынан алып 5 сөйлем құрау керекпіз. Мысалға, бірінші сөйлемде A shop makes clothes for Mr. Diddley. Екінші сөйлемде Lady Tara doesn't dance. Үшінші Mr. Diddley has a big party. Төртінші They don't travel in summer. Бесінші Their friends visit their house in London. Міне балалар осылай 5-ші тапсырманы жазып аламыз. Балалар, сабақ пайдалы болып ұнаса, лайк басып, комментарияға сұрақтарыңызды жазып кетіңіздер. Және каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.